Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге Ера кино арнасы. Бүгінгі видеода 2018 жылғы Мара фильміне қысқаша шолу жасайтын боламын. Видео басталмастан бұрын арнаға жазылып, лайк басып, комментарийға өз ойыңды қалдырып кет. Әлемде 40%-дан астам адамдар ұйықтап жатқанда басырылып қалады, ал 3-тен 2 бөлігі ұйқылы ояу жатқанда қорқынышты елестер көрініп тырп ете алмай жатқанын айтады. Қараңғы түнде қала тұрғындары тыныш ұйқыда жатыр. София есімді кішкентай қыз белгісіз дыбыстан оянып кетеді. Есік алдында біреу қақайып тұр. Оған елестеп жатыр деп ойлайды. Орнынан тұрып, әке-шешесі жатқан бөлмеге қарай келе жатады. Есікке жақындаған сайын анасының айғайы естіліп жатыр. Қыз есікті ашайын деп тұрғанда, анасы шығып, Софияға қарама деп құшақтайды. Бірақ тым кеш. Басты кейіпкеріміз Кейт Флоуэр полицейлік мекемеге психолог маманы болып жұмысқа тұрады. Қылмыс болған жерге оны шақырады. Әйелі күйеуін өлтіріп тастағаны туралы айтады. Кейттің жұмысы әйелдің психикалық ақауын анықтау. Оқиға орнында мәйіттің денесімен құпия жазба табылды. Ол жерде Такахаш деп жазылған. Сосын Кейт марқұмның әйелі Эленамен сөйлескісі келеді. Алайда Элена есін жия алмай не айтарын білмей тұр. Кейт Софияға барады. Оны қыздың атасы күтіп алады. Оған неге қылмыскерді іздемей жүрсіңдер деп сұрайды. Таги есімді наркоманды айыптайды. Элена күйеуімен бұл адаммен бұрындары кездесіп жүргенін айтып жатыр. Кейт кішкентай қыздан сұхбат алғысы келеді, бірақ ол оған бірден ашылып сөйлеспейді. Кейт оған егер бәрін айтсаң, анаңды құтқарып қалуға болады деп уәде береді. Қыз түнде оянғанын айта бастайды. Әке-шешесінің бөлмесіне кіргенде біреуді көргенін айтады. Кейт кім жайлы айтып жатқанын түсінбей, әкеңді кім өлтірді деп сұрайды. Ал қыздың жауабы: Кейт Эленадан Мара деген кім деп сұрады. Оны естіген әйел айқайлап жіберді. Біраздан соң тергеу кезінде Элена күйеуінің соңғы кезде ұйықтай алмай жүргенін айтып, есінен ауса бастағанын баяндайды. Бір кездері оған жас қызбен көңіл көтердім деп айтқан екен. Элена күйеуінің шөп салғанын көтере алмай, ажырасқысы келген. Кеше түнде әйел ұйқысынан оянғанда қимылдай алмай жатқанын айтады. Оны біреу төсекке басып жатқандай болған. Кенеттен Элена оны анық көрген. Ұйқы шайтаны Мара деп айтады. Бұл мақұлық күйеуінің үстінде басып отырған. Элена қызының атымен ант беремін, ешқандай да өтірік емес, күйеуімді мен өлтірген жоқпын деп шырылдап отыр. Детектив осымен тоқтату керектігін айтады. Оның ойынша Элена есінен ауысып, күйеуінің шөп салған үшін оны өлтірген деп осымен істі жапқысы келді. Алайда Кейт істің шеке екенін айтып, аяғына дейін зерттегісі келетінін айтады. Ол Софияның жетім қалғанын қаламайды. Кешкісін ұйқысы қашып, винодан ұрттап алады. Сосын ішінен Софиядан кешірім сұрап, Эленаны өзгертмейді деп құжатқа жазады. Осы кезде бөлмеден біртүрлі дауыс естиді. Иттің ұлығаны немесе желдің даусына ұқсас болады. Келесі күні Эленаны жындыханаға кетіп жатыр. София болса жетім қалды. Түнде Кейт оянып, бірақ еш қозғала алмай жатыр. Біреу оны төсекке басып тұрғандай. Сосын әлгі біртүрлі дауысты естиді. Кейт бөлмеде тағы біреудің барын сезіп жатыр. Ол жан-жағына қарап жатқанда Кейт бірден атып тұрды. Ол көрген нәрсесіне сене алмай отыр. Бір әйелді көргенін немесе жай ғана ілініп тұрған киім елестегенін түсіне алмай отыр. Сол түні Кейт ұйықтамады. Эленаның үйінен тапқан заттарды қарап отырып, құпия сөздің мекен-жайын анықтайды. Ол жерге келгенде ескі үйді көреді. Есігі ашық тұр. Кейт ішіне кіреді. Айналасы шашылып жатыр. Ашып кеткен тамақтың иісі сасып тұр. Үйді күл қоқыс мекеніне айналдырып жіберген. Кейт бөлмелерді қарап жүріп, адамның мәйітін тауып алады. Матаны ашса, дәл Эленаның күйеуі сияқты қайтыс болған адам жатыр. Көкірегі тесілген, мойны бұралып сынып кеткен. Кейт қайтадан Эленаға барады. Оған қателесіп кінә артып жібергенін мойындайды. Әлде де бәрін өзгертуге кеш емес екенін айтып, Эленадан Дави есімді наркоманды табуға көмектесуін өтінеді. Элена күйеуінің көп уақыт аралықта ұйықтай алмай жүргенін айтады. Сонда ол алкоголиктерді емдейтін бір топқа тіркеліп жазылған екен. Ұйықтай алмай жүрген адамдарды да емдейміз деп шақыртқан. Сол жерде күйеуі Дагимен танысқан.
Алғашқы күндері оған емдеу процестері көмектесе бастаған, жағдайы дұрысталып келе жатады. Алайда бір күні ол мүгедек күйінде оянады. Таң атқанда оның көзінде қара дақ пайда болған. Елена өзінің көзінде де сондай дақ пайда болғанын айтады. Егер Еленаны бұл жерден тез арада шығармаса, Мара оның соңынан келетінін Кейтке айтып түсіндіреді. Кейт ұйқысыз жүргендерді емдейтін жерге келеді. Емделушілер қалай бастырылып қалғандарын айтып жатыр. Арасында біреуі ол елесті ұйықтамаса да көретінін айтуда. Дәл қазір ол арамызда жүргенін сезіп тұрмын деуде. Дәрігер оған кейде бұл галлюцинация, оянып кетсең де елестеуі мүмкін деп айтып жатыр. Бірақ адамға еш зияны тимейді дейді. Дәл сол кезде Даги шығады. Оған қандай жағдай болмасын, ұйықтаушы болма. Егер бүгін ұйықтайтын болсаң, сені Мара өлтіріп кетеді деп оған Даги ескертеді. Сол түні әлгі ер адам Мараның қолынан өлгісі келмей шіркеудің қасында бензинді үстіне құйып өз-өзін өртеп жібереді. Кейт қайтадан бастырылып жатыр. Біреу оны қылқындырып жатқандай, көзі шай үстелге түсіп кетеді. Орнынан атып тұрады, бірақ қорқынышы сейілген жоқ. Бөлмеде тағы біреу барын сезіп тұрады. Шай үстелге жақындап келе жатса, Дагиді өртеніп кеткен адамды сен өлтірдің деп ұстап отыр. Кейт пен детектив сұрақ жауабын бастайды. Әр сұрақтарына дұрыс жауап беруін талап етеді. Кейт Мара жайлы не білесің деп сұрағанда, ол шындығын жаяды. Такахаши мен емделу семинарында танысқанын айтады. Такахаши Мараны бірінші көрген адам екен. Оған елес жайлы баяндағанда Даги оны есі ауысқан біреу деп ойлаған. Бірақ кейін оның да соңынан келген. Алдымен Мара өзінің құрбандарына ұйқылы ояу кезде елестей бастайды. Бірте-бірте олардың сана сезіміне кіріп алады. Сосын көзіне дақ қалдырып кетеді. Бұл белгі өлімді білдіреді. Детектив Дагидің психикалық ауытқуы бар дейді, ал әлгі Мара деп жатқан елесі ойдан шыққан бос сөз деп ойлайды. Нақты айғақтар болмаған соң Кейтке Еленаны босатуға рұқсат береді. Детективтің айтқан сөзіне қуанып кеткен Кейт ауруханаға медбике мен Еленаның бөлмесіне келсе, ол қайтыс болған. Кеш батқанда Кейт ваннада жатыр. Еленаның өлімі оған маза бермейді. Оның өліміне өзін кінәлап жатыр. Мойны бұралып, көкірегі ішіне кіріп кеткен. Дәл күйеуінің өліміндей болған. Қатты шаршап қалғып кеткенде қайтадан бастырылады. Кейт әлгі ұлыған дауысты естіп жатыр. Есік сықырлап біреу кіріп келе жатқандай. Перде артынан қара бейне көрініп, Кейт есін жиып жерге қараса, аяқ іздері жоғалып бара жатыр. Бөлмеде тағы біреу болған. Бұл қорқынышы шынайы болып барады. Кейт айнаға келіп көзіне қараса, дақты байқайды. Келесі күні жұмысына Дагидің мәселесін білуге келеді. Бірақ детективтің кабинетінен Еленаның өлімі жайлы құжаттар тауып алады. Бейнетаспаны көріп жатқанда, Еленаның ұйықтап жатқан жерінде елес оны қалай өлтіргені видеоға түсіп қалған. Кейт бірден Дагиге барады. Оның ауласында генераторлар қосулы тұр. Үйдің ішінде қатты музыка қосып қойған. Басында оны қуып шығады, бірақ көзіндегі дақты көрсеткенде ішке кіргізеді. Даги Кейтке өзінің зерттеп жатқан жұмыстарын көрсетеді. Мараның бұрыннан келе жатқан елес екенін анықтаған. Оның алғаш рет пайда болған кезі осыдан 400 жыл бұрын болған. Мара осы уақытқа дейін көп адамды өлтіріп келген. Көбісі оны көргенімен елес бәрін өлтіре бермейді. Ол көбінесе үлкен қайғылы жағдайлар орын алған жерлерде жүреді. Кейт бізде ондай жағдай болмаған еді ғой деп сұрайды. Бірақ Даги бұның не үшін бұл жерде жүргенін білмейді. Сосын Кейтке әзірше екінші сатыда тұрғанын ескертеді. Бірінші сатыда адам бастырылып Мара елестейді. Бұл сатыдан миллиондаған адамдар өткен, оларға ештеңе болмаған. Ал енді біреулер екінші сатыға тап болады. Олардың көзіне қара дақ пайда болады, содан кейін үшінші сатыға көшеді. Марамен тікелей байланысқа шығады. Мара құрбанының мойнынан қылқындырып, аяғымен оның кеудесін басып алады. Кейін төртінші сатыға өтеді. Ұйықтамасаң да Мараны көресің деп айтады. Ұйқыға кетсең ажал құшасың деп ескертеді. Кейт оған қалай әлі күнге дейін тірі жүрсің деп сұрақ қояды. Даги күніне 20 минуттан артық ұйықтамаймын деп айтады. Мара терең ұйқыда жатқанда келетінін айтып, Даги қатты ұйықтап қалмас үшін генераторды, будильникті барынша қосып жүрген.
Кейт оның ұйықтамағанын көріп, есінен ауысқан деп ойлап қашып кетеді. Сосын семинар өткізіп жүрген дәрігеріне барып, видеоны көрсетеді. Дәрігер тылсым дүниеге сенбейтінін айтып, ғылыми тұрғыда түсіндіріп береді. Келесі күні Кейт қорқынышты түс көреді. София өз анасын шақырып жатыр. Артынан Елена шығып, Кейтті өз өліміне кінәлайды. Кейт көзін ашады, бірақ қимылдай алмай жатыр. Мара оның дәл алдында тұр. Денесі іріген кәрі кемпір ұзын қолдармен оған өрмелеп келе жатыр. Мойнынан ұстап үстіне шығып алады. Бірден атып тұрып, қыздың жағдайын білу үшін атасына қоңырау соғады. Атасы оның ұзақ уақыт бойы ұйықтай алмай жүргенін айтады. Оған қорқынышты түстер көрініп жүр. Кейт Мараның оны да көздеп жүргенін біледі. Осы сәтте Дагидің электр қуаты сөнеді. Будильнигі болса істен шығады. Ол 20 минуттан артық ұйықтап қалғандықтан 4-ші сатыға көшеді. Ол енді ұйықтамаса да Мараны көреді. Келесі ұйқысында ол өліп кетуі мүмкін. Ол Кейттен көмек сұрайды. Ол келемін дегенше Даги көзін жұмбасы үшін терілерін кесіп тастайды. Кейт оны лабораторияға апарады. Оны жатқызып, өзі қасында бірге қалады. Даги ұйықтап кетеді. Біраздан кейін Кейт көзін ашады. Ұсқынсыз кемпір оның жанынан өтіп бара жатыр. Дагидің төсегіне қарай келеді. Мара оның төсегіне шығып, оны буындырып, мойнын сындырып жібереді. Дәрігер дереу бөлмеге келеді. Ол не болғанын түсінбей тұр. Мара Кейтке де келіп, оны буындыра бастайды. Дәрігер Кейтті дел кезінде оятып жібереді. Бірақ Даги өліп кетеді. Бірнеше уақыттан соң қыздың атасы Кейтке қоңырау шалады. Софияның ұйықтай алмай әр нәрсе елестеп жатқанын айтады. Кейт Дагидің үйіне келіп айғақтар іздей бастайды. Мараны тоқтататын амал қарастыруда. Мараның бұрыннан өлтіріп келе жатқан істерін қарап, оларды байланыстыратын айғақ тапқысы келеді. Даги соғыста баланы өлтірген үшін өзін кінәлі санаған. Өртенген жігіт анасының өліміне өзін кінәлайды. Елена болса күйеуінің өліміне өзін кінәлаған, ал Кейт Еленаның өліміне өзін жазғырып жүр. Бұлардың ең алғашқысы Такахаши. Ол мектепте аспазшы болып жұмыс істеген. Оған біреулер арзан тамақ бар деп мектепке әкелуге келіскен. Тұрып қалған балықты балаларға таратып, содан 34 бала отравление болып қайтыс болады. Мараны шақырған дәл осы қайғылы жағдай болады. Такахаши қашып жүргенде Елена және оның күйеуімен байланысады. Өз-өзін кінәлі санайтын адамдарға ғана келетінін анықтайды. София Кейтпен сөйлескеніне өзін кінәлап жүр. Сол себепті анасы қайтыс болды деп ойлаған. Кейт бірден жолға шығып, Софияны құтқармақшы. Ауруханаға келсе, артынан Мара көрінеді. Софияға келсе, ол бастырылып жатыр. Кейт оған анасының өліміне кінәлі емессің деп айтып жатыр. Елес кемпір Софияға жақындап келеді. Кейт қызды денесімен қорғап тұрады. Мара болса кетіп қалады. София ұйқысынан тұрады. Көздері қайта қалпына келеді. Бәрі артта қалды деп ойлап ұйықтап кетеді. Таң атқанда детектив Кейттен бәрі дұрыс па деп оятады. Бірақ оны Софияның халі алаңдатады. Детектив қыздың жағдайы дұрысталғанын айтады. Сосын оған үйіне жеткізіп салуын ұсынады. Жақсылап ұйықтап ал деп айтып тұрғанда, Кейт Софиямен қоштасқысы келеді. Алайда қыз теріс қараса, көздері қап-қара. Оған анасының өліміне кешірім бермеймін деп айтады. Жарық өшіп жанып тұр. Артынан Елена пайда болып, оны ешқашан кешірмеймін деп айтады. Кейт өзінің орындықта ұйықтап жатқанын көрді. Бірден шошып оянады. Мараның оған келе жатқанын қарап тұр. Ұсқынсыз кемпір асықпай теңселіп келе жатыр. Міне осылай кино бітеді. Осындай видеолар ұнаса, арнама жазылып, қоңыраушаны басып қой. Келесіде менің видеоларым шықса, сізге бірінші болып хабарлама барады. Сіздермен бірге болған Ера кино арнасы. Келесі видеода кездескенше қош сау болыңыздар.